Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жүзімнен компот дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Егер жасамаған болсаңыз, міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Дәл қазіргі кезде жүзімдердің нағыз пісіп жатқан уақытысы. Осылай банкілеріңізге жауып алсаңыздар, қыста міндетті түрде рахатын көресіздер. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен жүзімді жылы сумен жуып аламыз. Салқын су болмайды. Жүзім сәл ластау келеді, шаң көп болады. Сол себепті 7 мәрте қайта жақсылап тұрып жылы сумен әдемілеп жуып алыңыздар. Жуып болған жүзіміміз осындай тап-таза жылтыр болып тұрады. Міндетті түрде қыздар шаңы кетсін. Шаң болса, білесіздер, банка атылып кетеді. Мен осындай жүзімнің 2 түрін пайдаландым. Өзіңізге ұнайтын түрін пайдалана берсеңіз болады. Және банканы міндетті түрде булап аласыздар, крышкасын барлығын жақсылап. Содан соң кезек-кезек осылай сабағымен бірге жүзімдерді жақсылап орналастырып шығамыз. Бұл жерде жүзімді көптеу қосудың керегі жоқ, орташа көлемде қосып шықсаңыздар болады. Мінекей, мен осы жерде 2 литрлік банкі және де одан кіші банкіге дайындадым. Кезек-кезек осылай барлығын салып шығасыздар. Үзілген бөліктері болса, осындай кішкентай банкілеріңізге кезек-кезек жақсылап жуып алып, орналастырып шықсаңыздар болады. Ол еш нәрсе қылмайды. Сабағымен салсаңыздар да банка атылмайды. Ең басты нәрсе бұл жерде жақсылап тұрып жуу керек, шаң болмау керек. Міне банкаларымыздың барлығына осылай орналастырып шықтық. Ал енді бұған өзіңіз қант қосатын боламыз. Бұл жерде мен 2 литрлік банкіге 200 грамдай қант қостым. Егер қатты тәтті болғанын қаласаңыз, 250 грамдай қосуға болады. Одан кіші банкыларға 200 грамның тең жартысы, яғни 100 грам қосып шықтым. Осылай барлық қанттарыңызды қосып аласыздар. Міндетті түрде үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суыған болмайды, қайнап тұру керек. Осылай үстіне барлығын асықпай айналдыра отыра, суды айналдыра отыра құйыңыздар. Суды құйып болғаннан кейін міндетті түрде бірден бетін крышкамен жауып қойыңыздар. Көп ұзақ уақыт ашық қалдыруға болмайды. Міне барлығын құйып болған соң осылай крышкасын жауып, жақсылап тұрып қадағалаңыздар. Жабылғанын ешқандай ауа кіріп кетпесін. Түбінде осындай қант қалып кетпес үшін дәл видеодағыдай банкаларымызды айналдыра отыра қантты ертетін боламыз. Банканы төңкеріп қоюға да болады, немесе жай күйінде қойып та сақтауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Мен осылай банкаларды төңкеріп, содан соң жылы орамалмен жауып қойдым. Баршаңызға ас болсын.